Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен? Біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астындағы лайк және жазылу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсысын жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше бастадық. Қазақстандықтар үшін жаңалық, барша хабардар болсын. Қазақстандық грин-карта кімдерге беріледі? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін ата жолы картасын қалай алуға болатынын түсіндірді. Ата жолы картасы этникалық қазақтарға елімізде бизнес-кейстерін іске асыруға және елде тапшы мамандардың қызмет етуіне берілетін құжат. Карта иелеріне республика аумағында азаматтықтарын сақтай отырып 10 жылға дейін тұрақты тұруға рұқсат беріледі. Бұл құжатты құтты мекен мобильді қосымшасының көмегімен өтініш беру немесе Қазақстан елшілігіне жүгіну арқылы алуға болады. Видеороликтерімізге пайдалы болып жатқан болса, арнамызға жазылыңыз, қымбат көрермендер. Сау сәлеметте болыңыздар.